Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен айраннан өте оңай, өте жылдам дайындалатын оладьидің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, тәтті болып шығады. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қызым екеуміз жасадық. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға айранымызды, оның үстінен 1 чайный ложка содамызды салып араластырып қойып қоямыз. Бөлек ыдысымызға 1 жұмыртқамызды, қалауыңызша құм шекерімізді салып, венчигімізбенен жақсылап араластырып аламыз. Біздің айранымыз осылай көпіріп көтерілуі қажет. Оны үстінен құйып, венчигімізбенен жақсылап араластырып аламыз. Және оның үстінен сұйық майымызды құямыз. Тағы да венчикпен біркелкі болғанынша араластырып аламыз. Міндетті түрде ситадан өткізілген ұнымызды салып, ұнымызды бірден салуға болмайды. 2 бөлікке бөліп салып, арасында түйіршіктер қалып кетпейтіндей етіп араластыруымыз қажет. Бізде осындай масса пайда болуы керек. Келесі, табамызды отымызға қойып, майымызды құйып, қызғаннан соң осылай 1 қасықтан формасын шығарып саламыз. Отымыздың асты орташа отта болуы қажет. Осылай беті көпіршіп, тесіктер пайда болған кезінде келесі бетіне аударамыз. Осымен біздің өте керемет, жылдам дайындалатын айраннан 15 минутта дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Егер де менің видеом сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қараңыздар достар, өте жұмсақ, пышный болып шықты. Барлықтарыңызға ас болсын.